ИПН және социальный налогтың пенясын қалай төлейміз, Каспи арқылы соны көрсетемін. Каспиге кіреміз, платежи. Осы жерден паролін жазамыз. Всеға кіреміз, штраф и налоги, платежи для ИП. Төменгі жағында налоги для ИП деген бөлім бар. Осы жерден, мына жерде сізде районыңыз қандай районда, мысалы Астана қаласы, Астананың ішінде бізде ИПН налогтың пенясын төлеу керек. Ол үшін біз төменге түсеміз, ИПН налог және пеня деп тұр керек та. Міне астыңғы жағына пеня по ИПН налог не облагаемый у источника выплат КБК 101-202 астында ең соңғы. Осын таңдайсыз. Жерге УГД-ңыз таңдайсыз. УГД Астана қаласы, Алматы районы. ИП-ның атауын жазамыз. Сосын иініңізді жазамыз және сумманы жазамыз мына жерге. Неше теңге? Мысалы 5000 теңге ма? 5000 теңге да. ИП-ңыздың атауы немесе өзіңіздің аты жөніңізді жазсаңыз болады. Мына жерге сіз міндетті түрде иінді жазасыз. Осылай төлей берсеңіз болады, көп бақыт деп. Енді тура осы сияқты, бірақ социальный налогтың пенясы бар бізде. Ол үшін налоги для ИП Алматы емес, Астана қаласы, УГД таңдаймыз. Астында пеня по социальному налогу деп тұр міне. Міне пеня по социальному налогу. Осы жерге УГД-ны таңдайсыз, Астана қаласы, Алматы районы. ИП-ның атауы ИП Әсел мысалы. И иін жазасыздар. Там хотлюбы. Да? И суммасы 45 теңге мысалы. Өстіп көп платят дейсіз, төлейсіз. Мен иінді дұрыс жазбадым, сол себепті маған шығармай тұр. Бірақ пеняны тура осылай төлей аласыздар. Социальный налог пен ИПН налогтың пенясын осылай төлейсіздер. Сабақ пайдалы болсын, парақшама тіркеліп алыңыздар.